Сәлем достар, біз бүгін сіздерге Ұлы Ханша Сандок сериалы арқылы көпшіліктің жүрегіне жол тартқан ежелгі Силла елінің ханшайымы Докман жайлы айтатын боламыз. Видео басталмай тұрып, арнамызға жазылуыңызды сұраймыз. Осылайша, сіз біздің арнамыздан шығатын видеоларды жіберіп алмайсыз. Ендеше біз бастаймыз. Силла елінің аңыз адамы Сандок патшайым туралы деректер Кореяның Сангок Саги атты кітабында кезігеді. Ол дүниеге келген уақыт шамамен 595-610 жылдар аралығы деп болжанады. Нақты қай жылы дүниеге келгені белгісіз. Ол егіздің сыңары болды деген деректер де бар. Ол дүние есігін ашпай тұрып, көріпкелдер егіз балалар болатынын, әрі бұл жаман ырым деп Чэньмён патшаны сендіреді. Осылайша ел болашағына алаңдаушылық танытқан уәзірлердің ықпалынан қорыққан патша оны тегін білмей өссін деп сарайдан шығарып асыранды қылып жібереді. Бірақ ол маңдайына жазылған тағдырдан еш құтылмады. Бала күннен қиыншылық көріп өскен ол, ержеткесін өзінің Силла елінің патшайым екенін біліп, өзіне тиесілі орнына жету үшін әрекет ете бастайды. Ол сарайға қайтып оралғасын елісіне белсене араласып, патша әулетіне тісін қайраған қарсы күштерге қарсы әрекет етіп, өз билігін мығымдай түседі. Докман ханшайымның әкесі Чэньмён тақ мұрагері болатын ұлы болмауы себепті үлкен қызы Чэньмённың күйеуі Ки мен Суды тақ мұрагер етуді қалады. Бұлай болуын қаламаған Докман әкесінен тағы үшін күресуге мүмкіндік беруін өтініп, оның да Ки мен Су сияқты тағы үшін күресуге құқылы екенін талап етті. Оның табандылығын көрген патша оған өзінің тағына лайықты екенін дәлелдеуге мүмкіндік берді. Сол уақыттары Силла ел үшін елді әйел адам басқаруы ерсі көрінді. Сол себепті Докман халықтың көңілінен шығу үшін әрекет ету керек болды. Ол ақыры дегеніне жетті. 631 жылы тақ мұрагері ретінде тағайындалды. Бірақ бұл барлығының көңілінен шыққан шешім болған жоқ. Елді әйел адам билеуін қаламаған бүлікші топ көтеріліс жасап, өздері қалаған адамды таққа отырғысы келді. Алайда олардың бұл ойлары ашыққа шығып, барлығы өлім жазасына кесілді. 632 жылы қаңтарда Сандок ханшайым Силланың алғашқы патшайымы, әрі Силланың 27-ші билеушісі болды. Сандок патшайым билеуші ретінде халқының өмірін қамтамасыз етуді басты мақсат етті. Ол таққа отырғаннан кейін бірден жаңа билеуші ретіндегі саясаты туралы айтып, өз халқын тыныштандырды. Ол Силла патшалығына жесір жетімдердің, кедейлердің және асырайтын отбасы жоқ қарттардың қамқорлығына алып, қажеттіліктерін бақылау үшін бір топ қызметкерлер тағайындады. Сол жылы Сандок Қытайдың Тан мемлекеті патшасына елшілерін жіберіп, өзінің таққа отырғандығы жайлы естіртеді. Бірақ Сандок әйел болған үшін оны хан ретінде мойындамайды. Ол сонымен қатар шаруаларды жыл сайынғы салықтан босату және орта тапқы салықты азайту туралы жарлық шығарады. Осы мейірімділік әрекетімен патшайым халықтың қолдауына ие болып, өз билігін нығайтады. Сандок патшайым билік құрған кезі қиындықтарға толы ауыр кезеңдер болды. Себебі сырттағы елдерді бұлай қойғанда, ел ішінде оның билігін мойындамай, аяқтан шалғысы келетіндер жетерлік еді. Бір жылдары Силланың шығысындағы теңіз суы қызыл қанға боялып, судағы балықтар қырылып қалады. Мұны естіп дүрліккен халық Силла елі құлайды деп әбігерге түседі. Сандок патшайымның билігі шайқала бастады. Осы оқиғадан кейін араға жыл салып, Пикшейлі Силлаға соғыс ашып батысындағы 40 бекіністі басып алды. Амалы құрған Сандок Таң елінен көмек сұрап, елші жібереді. Алайда олар көмек ретінде өздерінің патша әулетінен шыққан бір адамды Силлаға патша ретінде жібере алатынын айтып, бұл соғыстың себебі патшалардың әйел болу себепті өзгелер Силланы менсінбеуі деп мазақ қылады. Кейін Сандок бір буддистің айтуымен 7 қабат құрылыс тұрғызады. Мұны салдыруының себебі де елін біріктіріп, мықты мемлекетке айналдырады деген сенімі еді. 647 жылы Сандок өзінің ең үлкен қиындықтарына тап болады. Оның бірнеше жоғарғы шенеуніктері оған қарсы көтерілді. Оларды бидан басқарды. Олар әйел патша елді басқара алмады, сондықтан әйелдер билігін тоқтату керек деп тұжырымдады. Бидам ел ішінде аса беделді билігі мығымақ сүйек еді. Сол себепті билігін асыра пайдаланып, Силла тарихындағы ең үлкен көтерілісті жасайды. Бұл көтерілісті Сандоктың оң қолы Юшин басып, елге тыныштық алып келеді. Бірақ дәл осы көтерілістен кейін көп өтпей Сандок ханшайым дүниеден өтеді. Оның өлімін тарихшылар әртүрлі болжайды, бірақ солардың арасындағы ең болуы ықтималдысын айтар болсақ, Сандок патшайымның ешкімге айтпай жасырған ауруы болғанын, сол аурумен бірге жақын адамдарының сатқындық жасап,
бүлік шығаруы, ауруы, асқынуға себеп болған деп көреді. Өмірі күреспен өткен Докман ел шекарасын кеңейтпесе де, іштегі қарсы күшпен өмір бойына күресіп, халқына өмір сүруіне қолайлы жағдай жасай білген, көреген тұлға болды. Ол билік құрған тұсында Сила еліне Будда діні кеңінен таралып, халықтың алғысынан бөленіп, тарихта ұлы әмірші Сандок деген атпен мәңгілікке қалды. Видео ұнаса арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз үшін оттаймыз.